Қайырлы күн, мен оратор әрі спикер Бақыт Жұмахметқызы. Бүгінгі біздің тақырып барлықтарыңыз үшін актуалды болып табылатын тақырып. Сөйлеген кезде, сөйлеу барысында қолым дірілдейді. Сөйлеу барысында дауысым дірілдейді. Егер ортаға шығатын болсақ, көпшіліктің алдына барып сөйлейтін болсақ, қозғалыс барысында аяғымның дірілі маған үлкен кедергі келтіреді. Міне осы дірілдерді, осы қорқынышты, осы қобалжуды қалай жеңемін? Не істесем осыдан арыламын? Бүгін біздің сіздерге айтатынымыз, не істеген жағдайда, қандай техниканы қолданған жағдайда сіз бұл қобалжудан құтыласыз? Ең бірінші дауыс, дауыстың дірілдеуі. Дауыс неліктен дірілдейді? Бұл біздің өкпемізде болсын, тамағымызда болсын бір блоктың болуынан. Яғни сізде бір блок бар. Сол блокты жеңу арқылы біз дауыстағы дірілді жеңе аламыз. Ол үшін не істейміз? Тауда, егер мүмкіндік болатын болса, болмаса ешкім жоқ жерде, болмаса үйде, қай жерде мүмкіндік туады, сол жерде барлық дауысыңызбен айғайлаңыз. Бұл біртүрлі көріну мүмкін. Сіз айтуыңыз мүмкін, мен сізде техника сұрап жатырмын ғой, сіз маған қайдағы айғайлауды айтып жатсыз деп. Бұл шын мәнінде сіздегі блоктар мен зажимдарды шешетін, яғни сізге көмектесетін құрал. Сол себепті бар дауысыңызбен айғайлаңыз. Басында қысылып шығуы мүмкін, дауыс анық шықпауы мүмкін, болмаса ұялуыңыз мүмкін. Әбден көкіректен шығатын дауыс анық әрі қанық болып шыққанша осы техниканы жасауды жалғастыра беріңіз. Екінші, қолдың дірілдеуі. Яғни сіз көпшілік алдына шыққан кезде қолыңызда парақ болатын болса, немесе ручка ұстап шықсаңыз, болмаса қолыңызда микрофон болса, қолыңыздың бүйтіп дірілдеп тұруы, ол сіздің қобалжығандығыңызды білдіріп қояды. Оны жеңу үшін не істеу керек? Міндетті түрде көпшілік алдына сөйлеуге шығатын кезде жаттығу жасаңыз. Ол жерде сізде үлкен стадионда жүгіріп жаттығу жасау, болмаса ана жерде отырып терлеп тұрып жаттығу жасау деп айтпаймын. Нақты қолға арналған жаттығуларды жасау арқылы сіз қолыңызда қан айналымын жақсартасыз. Қолыңызда қан айналымы жақсарған кезде сізде қолда діріл болмайды. Одан кейін аяқтың дірілдеуімен не істеймін? Тура дәл қолға жасалғандағыдай аяққа арналған жаттығуларды жасаңыз. Бұл жерде де үлкен ауыр жаттығулар керек жоқ. Жеңіл, қол мен аяққа қан жүгіртетін жаттығулар жасау арқылы сіз өзіңізді ретке келтіре аласыз. Яғни қобалжуыңызды, діріліңізді басып, емін еркін сөйлеп шығуға өзіңізге көмектесесіз. Міне осы жасалған техникалар арқылы сіз көпшілік алдына шыққан кезде емін еркін, қысылмай, ешқандай дірілсіз, қобалжусыз анық сөйлеп шыға аласыз. Бұл бізде берілген кішкене ғана сіздерге ақпарат, кеңес. Егер де толықтай көпшілік алдында қорықпай сөйлегіңіз келсе, көпшілік алдында жарқырап жұлдыз болып сөйлеуді үйренгіңіз келсе, біздің 14 күндік сөйлеу шеберлігі атты курсымызға жазылуыңызға болады. Курсқа толықтай сілтеме төменде көрсетілетін болады. Келесі пайдалы видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.